Шыңғыз балапаным, Құдай қаласа әні-міне дегенше бастауыш сыныпты бітіріп, үлкен қадамға жол басайын деп отырсың. Алла тағалам әрдайым сенің жолыңды ашық етіп, әрдайым Алла тағалам сенің оқуға деген сеніңді ашып, жақсы оқып, үлкен мамандық иегері болуыңа тілектеспін. Сенің өзіңнің арманың Назарбаев мектебіне түсіп, Назарбаев мектебін жақсы бітіріп, үлкен врач болу. Құдай қаласа сол арманың орындалып, сондай ел сыйлайтын врач болуыңа тілектеспін. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, Бота ханым. Бұл менің аналық тілегім. Саламатсыздар ма? Мен Қуаныштың анасы боламын. Қуаныш 1-2 класты онлайн өткізді. Сондықтан да білімі менің көңіліме шыға қоймады. Оған ары қарай алып кете алатындай мектеп іздестіруіме тура келді. Біраз мектептерді қарастыра тұра Идулай зияткерлік мектебіне келіп тоқтадым. Мұнда барлық нәрсе маған да ұлыма да ұнады. Сондықтан да осында бердім. Мұнда келгенде алғашқы мұғалімі Құлбайымбетова Ләззат апай және де Айсәуле Таңатқызы болатын. Құлбайымбетова Ләззат апай бір қызығы менің мектептегі бастауыштағы класс жетекшім болатын. Ол кісіні көріп, тіпті бұл мектептің өте жоғары мұғалімдерді қабылдағанына өте сенімді болдым. Міне осы сенімді ақтады десем де болады. Және де осы мектеп директоры Ұлбосын апайға, мұғалімдері Айсәуле Таңатқызына және де Лаура апайына, барлық кружоктағы мұғалімдерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір қуантарлығы мені осы күнге дейін балам мектепке бармаймын деп айтпайтын. Және де мұғалімдерін, өзінің достарын, мектепті өте қатты жақсы көретін және асығып тұратын шыны керек. Сол үшін де сіздерге үлкен рахмет. Әлихан балам, бүгін сен үшін ерекше күн, себебі сен үлкен өмірге болашаққа қадам басып, бастауыш мектепті аяқтап жатырсың. Сен ең үздіксің, сен үлкен нәтижелер көрсеттің. Біз сенен мақтанамыз, сені өте қатты жақсы көреміз және саған сенеміз, тек қана алға. Менің ер жүрек батыл ұлым Рамазан, сенің биік белестерді бағындырып, үлкен мамандық иесі болатыныңа сенімдімін. Алдағы уақытқа сәттілік. Жаным балапаным, саған өмірде бақытты балалық шақ тілеймін. Қолым балам, бастауышпен қоштасып, орта буынға қадам басқаның құтты болсын, әрдайым жолың ашық болсын. Биік белестерді бағындыра біл, биік шыңдардан көріне біл, зейінді бол, ақылды бол. Аллам сені әрдайым қолдап жүрсін. Балнұр қызым, бастауыш сынып бітіргендерің құтты болсын. Сендердің енді алға қойған мақсаттарыңа жете беріңдер, армандарың орындала берсін. Алла зейіндеріңді ашсын, денсаулықтарың мықты болсын, әрқашан биік белестерден көріне беріңдер. Әрқайсың ата-аналарыңның үміттерін ақтап, үлкен азаматша бола беріңдер. Біз сендерге сенеміз, әрқашан қолдаймыз. Тек жақсы жаңалықтармен қуантуды Алла нәсіп етсін сендерді. Саламатсыздар ма, Айсәуле апай, сізге көп рахмет. Мен ұлымды осылай тәрбиелеп, осындай білім беріп отырғаныма сізге алғысым шексіз. Сіздей мұғалім болғанына рахмет. Алланың нұры жаусын. Абылайхан, ұлым менің, сабағыңды жақсы оқып, үлкен белестерден көріне бер. Тек қана саған сенемін. Менің мақтанышым болып, қамқоршым болып жүре бер. Бұдан да биік белестерден көрініп, тек қана сабағыңды оқып, алға қойған мақсаттарына жете бер. Айзере, мен сені бастауыш сыныбын бітіруімен шын жүректен құттықтаймын. Мен саған зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Аңсаған армандарыңа жет. Алла зейініңді ашсын. Мен сені жақсы көремін.